Ақпарат айдынына қадам басқан 77 ТВ телеарнасына жүктелген міндеттер аз емес. Соңғы 25 жылда Жамбыл жерінде қайта қанат жайған жаңа телеарна облыс үшін жаңашылдық болды. Қазірде республиканың түкпір-түкпірінен жиналған білікті мамандар жаңадан қадам басқан арнаның аяғына нық тұру жолында аянбауда. Жас мамандарды да тәрбиелеп еңбекке баулуда. Бекершілік емес екен әрине. Мәселен, бүгіннің өзінде телеарна облыстағы зиялы қауым өкілдері мен қоғам қайраткерлерінің оң бағасын алып үлгерді. Алдыңғы қатарлы каналдың біреуі болады деп мен сенемін. Өйткені каналдың басында онда қызмет етіп отқандар көбінесе жастар, байқаймыз. Енді жас келсе іске дейді. Рухани байлыққа, білімге, мәдениетке жетелейтін жақсы сүрлеулерменен жүріп отырып, үлкен биіктерден көрінеді дейтін кәдімгі. Жас бала сияқты бұлар жаңадан бастап отыр. Бірақ осы аз уақыттың ішінде шыны керек өте бір біздің халыққа Жамбыл облысына сүйікті каналдардың біріне айналды. Себебі әр көрсету кезінде жалпы біздің Жамбыл облысының тұрғындарының алдында облыстың жетістіктерін, жаңалықтарын, халыққа жағымды мәселелерді көрсетіп жатыр. Өте мазмұны мәнді, сәнді айтарым, өңген сапа жағына да жақсы көрінеді. 2 ай уақыттың өзінде телеарна қала, облыс, тіпті республикаға да танылды. Бүгінде Оттау, ID цифрлы арналары мен Алма ТВ желілік арналарынан таратылуда. Танылып қана қоймай, қазірдің өзінде аға буын, жасымыздың да сүйсініп қарайтын бағдарламалар бар. Сапасы көрсету жағынан басқа каналдардан кем емес. Болашақта негізі телеканалда бағдарламаға байланысты әлеуметтік мәселелер көтерілетіндігі және облыстағы көкейкесті мәселелер айтылатындығы байқалады. 77 ТВ каналы ашылды. Жақын арада ол басқа каналдардан яғни кем емес, сапасы да жоғары, жақсы жастарға арналған жаңағы передачалар беруде. Телеарнаның талабы жоғары және жоба жоспарлары көп. Ұжымның басым бөлігі тың идеяларын иелері жастар. Алдағы уақытта да қоғамдық ойдың көшбасшылары, арнаның білікті журналистері 77 News ақпараттық бағдарламасы арқылы облыстағы айтулы оқиғалар мен өзекті мәселелерді дер кезінде көрермен назарына жеткізуге асық. Ақбота Қайнар, Арман Сабыр, 77 News.